Сәлем достар, сіздермен бірге мен мәлімет арнамыз. Бүгін әлем чемпионатындағы 8 ең мықты, ең үздік командалар бір-бірімен бақталасып, аларындағы ең үздігі, ең мықтысы кім, соны анықтайды. Және де кубокты жеңеді. Ал олардың қарсыластарын Фортуна анықтайтын болады. Достар, видео басылмай жатып, видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер, ал біз бастаймыз. Фортуна қай елді таңдайды екен? Әрине, бізде қазір Англия сияқты. Англия жоқ. Бұл жерде Аргентина. Және де енді Аргентинаның қарсыласы кім болады екен? Әрине, Фортуна өз таңдауын жасауда. Бізде бұл жерде Фортунаның шешімі бойынша Польша. Аргентинаның қарсыласы Польша. Фортунаның шешімі бойынша шыққан екі команда Аргентина мен Польша. Екеуі ойнайын деп жатыр, және де тамашалаңыздар. Мінекей Левандовский допты ойынға қоспақ, және ойын басталды. Алварес допты алды және бір ойыншыны алдап өтті. Аса қауіпті болмады. Депау, Польша ойыншысы қателік жіберді және Алварес қайтадан Алварес соққы және қақпашы тосып алды. Левандовский және қайтадан қауіпті аргентиналық ойыншыны алдап өтті және Мартинес. Мартинес допты ойынға қосты. Атаменди және Ромеро бұл жерде қателік жіберді және де қайтадан соққы. Мартинес өте қауіпті соққылардың бірі болатын. Қайтадан Польшаның шабуылы Левандовский және соққы. Ромеро дер кезінде соққының бетін қайтарды. Және де бірінші таймның соңы. Екінші тайм басталды және Месси. Және де бұл жерде Депау ойыншыны травмаға жіберген сияқты. Депау қызыл болды. Және де бұл жерде Месси Алвареске пас берді. Алварес және гол. Алварес есеп ашты. Бұл жерде қайтадан қауіпті. Лаутаро Мартинес Мессиге тол басырды және Месси қайтып берді. Лаутаро екі ойыншыны бірдей алдап өтті және соққы. Және де Лаутаро Мартинестің соққысын Польша қақпашысы тосып алды. Осылайша Аргентина құрамасы Польша құрамасын тізе бүктірген болатын. Және де Польша командасын 1-0 есебімен ұтты. Және де достар, аргентиналықтар польшалықтарды жеңіп, өз жерін 2 есеге үлкейтіп алды. Ал енді тағы да Фортуна кім мен кімнің ойнайтынын жолығатынын шешетін болады. Және де бұл жерде Португалия. Ал Португалияның қарсыласы бұл жерде Франция. Бізде Португалия мен Францияның ойыны. Франция допты алаңға қосты. Және де Чуамени допты алды. Чуамени Кондиге пас берді. Конди болса Дембелеге, Эмбаппеге әуелетіп пас берді және Эмбаппе Португалия ойыншыны алдап сәтті өтті және гол. Португалиялықтар допты ойынға қосты және 1-0 есеп. Франциялықтар есепті ашқан болатын. Яғни Эмбаппе. Бұл жерде Роналду қауіпті сәтті. Дембеле Кондиге пас берді және Конди Дембелеге қайтадан пас берді. Бұл жерде ереже бұзылды. Гризман допты әуелетті және Рабиот паспен сүзді де гол салды. Бірінші тайм аяқталды және де франциялықтар 2-0 ұтып жатты. Екінші тайм басталды. Роналду допты ойынға қосты және Роналду 2-1 ойыншының ортасынан өтті және соққы. Роналдуның соққысын
франциялық қақпашы қайтарған болды. Тағы Роналду Витинаға пас шығарды және Витина соққы гол. 54-ші минутта португалиялықтарға мүмкіндік сыйлады. Және бұл жерде тағы шабуыл Роналду есепті теңестірді. 63-ші минутта кезекті Португалияның ұтуына мүмкіндік сыйлады. Криштиану Роналду Жотамен ауысып жатыр, яғни заменаға. Жота Криштиану Роналдудың орнына шығып үмітін ақтай мекен және Силваға пас берді. Силва гол салды. Гол. Ендігі Францияның шабуылы Дембеле Жируға пас берді және Жиру. Бұл жерде Жиру гол салды. Гол. Есепті теңестірді. Бізде бұл жерде Коунде Рабиотқа пас берді және Эмбаппе гол салды. 3-4 93-ші минутта қызықтың өлкесі енді болады. Португалықтар топты ойынға қосты және Жота гол салды. Гол. Есепті теңестірді. Феликс Фернандеш және Жота қайтадан соққы. Гол. 5-4. Достар, осылайша бізде португалиялықтар Францияны тізе бүктірген болатын. Бізде Португалия Францияны ұтқан болатын, сондықтан Францияның жері енді Португалияның. Фортуна келесі команда кіммен кім ойнайтынын шешеді. Ал енді Фортунаның таңдауы Бельгия. Ал оның қарсыласы Англия. Кейін допты ойынға қосты және Рашфорд Беллингемнен пас алды және не істеді екен? Беллингемнің өзіне топ асырып берді және де қақпаға бірінші минутта Беллингем гол салған болатын. Достар, бірінші минуттан Беллингем гол салды. Англияның кезекші шабуылы Сака Кейнге пас берді және Кейн бұл жерде ереже бұзылды. Және де айып соққысы гол. Екінші рет 5-ші минутта Англия гол салды. Және де бельгиялықтар босатама алып жатыр. Бізде Онана Опенда Баолкаға пас және 24-ші номерде ойнайтын Баолка бельгиялықтарға сөзсіз сыйлық жасады. Және де бұрыштама англиялықтарға Мадисон 24-ші номерде ойнайтын жігіт өйлетіп пас берді және де Кейн гол соқты. Және де бізде 3-1 есебімен бірінші тайм аяқталды. Екінші таймның 54-ші минутында бельгиялықтар бұрыштама добын алып гол соққан еді. Англиялықтар әлеміне тез жүргенше бельгиялықтар есепті теңестірген еді. Ал англиялықтар өз шабуылын іске асырып жатқанда Беллингемге ереже бұзылып еді. Беллингем Англияның үмітін ақтап, ар-намысы үшін гол салған еді. Ал екінші таймның соңғы минуттары қалғанда Рашфорд өз голын әйтеуір жүріп салған еді. Және де достар, Англияны өз жеңісімен құттықтап қойсаңыздар болады. Және де достар, бізде соңғы ойын қалды. Достар, соңғы болып Бразилия мен Германия ойнайтын болады. Ал Бельгия болса Англиядан ұтылып қалған болатын. Және де достар, бұл ең соңғы матч. Бразилия допты ойынға бірінші қосады және де бастады. Бірінші таймның 21-ші минутына дейін гол болмады. Ал 21-ші минутында германиялық ойыншыға ойын тәртібі бұзылды. Пенальтиді германиялық Хавертс орындап гол салған болатын.
Ал Бразилия болса оған жай қарамай өзінің атакасын көрсете білді. Және де таймның 40 минутында Винисиус гол салған болатын. Бірінші тайм бітіп, есеп теңге-тең, яғни 1-1 аяқталды. Екінші таймның 62 минутында Бразилия өзінің қауіпті атакасымен Неймар Бразилияға екінші очкосын сыйлаған болатын. Және де көп ұзамай германиялықтар да қарап отырмай Бразилиямен есепті теңестірген болатын. Және де бразилиялықтар допты ойынға қайтадан қосқан болатын. Ал Рафиня болса Германия ойыншысынан сәтті өтті, бірақ оның ойы жүзеге аспады. Және де ойынның 98 минутында германиялық ойыншы қателік жіберді. Ал Винисиус болса Неймарға пас берді, Неймар болса шешуші голды салған болатын. Осылайша Бразилия жеңіске жеткен еді. Достар, бұл әлі соңы емес. Жақында келесі бөлімі шығатын болады. Ал келесі бөлімге отқан 4 команда бір-бірінен қарсы шығып, сол видеода кімнің қай елдің кубок көтеретіні белгілі болады. Ал енді видеома лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.